Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздерге кешкі асқа дайындауға болатын ерекше ыстық өзгеше тағамның рецептімен бөлісемін. Менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жазып, өз пікірлеріңізді білдіре отырыңыздар. Кешкі асқа не дайындаймын деп ойласаңыздар, осы тағамды дайындасаңыздар болады. Алдымен електен өткізілген ұнымызды аламыз. Осы ұнымызға азғантай тұз сеуіп, шымшым және бір қасық шай қасықтай ашытқыға саламыз, яғни тұрар. Одан кейін азғантай 100 грамдай сұйық май құйдым және осы қамырымызды су қосып, қатты салқын емес, жылылау су қосып отырып, осындай қылып қамыр қолдың көмегімен қамыр бастыра шығамыз. Яғни қамырымыз қатты болмау керек, сәл жұмсақтау болған дұрыс, яғни арасында дрожжи болғасын. Бұл қазір біз бұл қамырымызды аз уақытқа көтерілдіруге қойып қоямыз. Сондықтан қатты болмау керек. Қатты болмау керек қамырымыз. Жұмсақтау болған дұрыс. Аз уақытқа 20-30 минутқа алып қойдым. Одан кейін етімізді дайындап аламыз. Яғни сиыр етін осылай тураймыз, қатты майдаламаймыз, орташада турап барлығын осындай қылып турап аламыз. Етіміздің бәрін жаңағыдай өте майда болған керек емес, қатты сәл ірілеу болғаны дұрыс деп ойлаймын. Қазір ол қуырылған кезде өзі де кішкентай болады. Одан кейін мен бір бас алдым, сәбізді алдым. Осыны да бұны да барлығын қатты майдалаған жоқпын. Орташа қылып, ортасынан бір-бір бөліп тастадым. Осындай қылып. Сіздерді сөйтсеңіздер болады. Одан кейін бір бас қызанақты алып, бұны да өте майдаламай, шағын қылып турап қойдым. Барлығын бәрін бір ыдысқа салып алып, одан кейін бір бас жуаны алып, бұны да турап жіңішкелеп турап аламыз, яғни етке қосып қуыруға. Жаңағыдай жуасының молда болған жақсы, дәмі жақсы болады. Одан кейін бір бас жаңағыдай чеснокты алдым, бұны да тураймыз, ең соңында саламыз. Негізі перец тәтті бұрыш салу керек. Мен тәтті бұрыш болмағандықтан капуста қосып жіберіп жатырмын. Болса сіздер тәтті бұрыш қоссаңыздар да болады. Одан кейін картопты да тазалап алып, содан кейін бұны да өте майдаламай, ортасынан бір-бір бөліп қойдым. Яғни үлкендеу болса 3-ке бөлесіздер, 4-ке бөлесіздер, но бірақ қатты майдалап керек емес деп ойлаймын картопымызды. Осы чеснокты да азғантай майдалап турап алдық. Енді қазанымызға азғантай сұйық май құйып, оған етімізді салып қуырамыз. Сәл суын бөле бастаған кезде жуасын салып қуырып, бетін жауып азғы уақытқа бұқтырып қоямыз. Одан кейін қамырымызды 20 жарты сағат өтті. Сол азғантай көтерілген қамырымызды алып, бұны 2 бөлікке бөліп алдым. Яғни сіздер көптеу қылам десеңіздер, адам санына байланысты көп қылып алсаңыздар да болады. Мен азғантай қылдым, яғни азғантай 2 бөлікке бөлдім де, осы 2 бөлікті самыз, яғни жаямыз да қамыр қылып, екеуін алма кезек. Осылай қолдың көмегімен басып алдым да, одан кейін оқтаумен жайдым. Қатты жіп-жыққа қылған жоқпын. Осындай қалыңдықта болады шығар деп ойлаймын. Енді қатты болғаннан, жіп-жыққа болып кеткеннен азғантай нелеу болған дұрыс. Жұқалау болғаннан қалыңдау болған дұрыс деп ойлаймын. Осындай қамыр жайып алдым. Қатты жіп-жыққа қылмадым. Енді бұның ортасына ертілген сары майымызды, маргарин болса да болады, суын қыласыздар, суын әбден кеткенше қайнатып алып, одан кейін осы сары майымызды осылай жағып шықтым. Қолымның көмегімен, шөткімен жағып алсаңыздар да болады. Азғантай көк шөпті, яғни укропты әкеліп, оны да осы қамырымыздың бетіне жақтым, яғни майдың үстіне бұны да жақтым. Енді бұны бүктейміз, яғни көп бүктемейміз. Бірінші бір бетін жабыстырамыз, одан кейін екінші бетін жабыстырып алып, бұл қамырымызды шағын қылып, ұзын қылып, қатты жіп-жіңішке қылмай, орташа деңгейде барлығын кесіп аламыз. Яғни осылай. Бұлардың аз уақыт тұрған дұрыс, аз уақыт тұрса созылуға жақсы болады. Одан кейін сәбізімізді салдық, қызанақты салып барлығын қуырып алдым да, азғантай уақытқа дейін бұқтырып алып, одан кейін картопымды салдым бетіне. Картоптарымызды салып аламыз, жаңағыдай тұзымызды саламыз,
капустаны салдым бетіне, одан кейін және азғантай тұз септім. Бәрін салып болғаннан кейін азғана су құйып, қазанымыздың бетін жауып, бұқтырып қойып қоямыз. Осылай барлығын араластырдым да, бетін азғантай су құйып, бетін жауып, бұқтырып қойдым. Дайын болған мінекей қамырларымызда аз уақыт тұрған дұрыс. Аз уақыт тұрғаннан кейін бұлар осылай созуына ыңғайлы болады да, шамалы сәл-пәл жұмсарады. Мінекей осылай қолдың көмегімен созып аламыз. Мінекей созып аламыз да, ағаш пашканы, яғни сушидің таяқшасы болсын, соны алып, дұрыс түспей қалған екен. Мінекей созып алғаннан кейін ортасына мінекей ағаш таяқпен бастым, бір-бір, содан кейін қолымызбен осылай жай тартамыз екі жаққа. Аз уақыт тұрса, ол жақсы, созуға жақсы. Көп не болмаса, бірден не қылсаңыздар, жайсаңыздар, созылмауы мүмкін тарттыңыздар. Сондықтан мінекей осындай қылып бүктеп аламыз. Барлығын осылай ағаштың ортасына салып, ораймызды, былай бір-бір орап шығамыз да, бір-біріне қыстырып, қамырды жая қоямыз. Яғни осындай әдемі біздің орама нандарымыз шықты. Мінекей бұларды енді бөлек болғаннан кейін, яғни бәрін жасап болғаннан кейін, осы қамырымызды тартып созып болғаннан кейін барып, біздер бұны мантоваркіде аз уақытқа қайнатып пісіріп аламыз. Осылай барлығын создым. Енді алма-кезек екі қамырымды да жайып алдым да, барлығын осылай созып, аз уақытқа қойып, содан кейін созған кез тартсаңыздар, жақсы созылады. Яғни мінекей мантоваркіге салдым барлығын, немнің қамырларымның, осыны аз уақытқа бұқтырып алдым. Мінекей дайын болды тағамымыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жазып кетіңіздер. Видеомды соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Мінекей ортасы пісіп, күшті болып шықты.